Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың математикасының 7-ші сабағын өтеміз. Тақырыбымыз көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Бірінші есеп: 3 таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмін есіңе түсір. Көп таңбалы сандармен амалдарды қалай орындауға болады? Мен мысал ретінде 3 таңбалы сандарды жазайын. 440-қа қосамын 325-ті. Яғни қарап тұрсаңыздар, көп таңбалы сандар, я болмаса 3 таңбалы сандар болса, оларды біз бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті жазамыз баған түрінде. Яғни азайтқан кезде және қосқан кезде бірліктен бірлікті, ондықты ондыққа, жүздікті жүздікке байланыстырады екенбіз. Қосатын кезде қосамыз, азайту кезде азайтамыз. Бірінші қосатын болсақ, 0-ге 5-ті қосамыз 5, 4-ке 2-ні қосамыз 6, 4-ке 3-ті қосамыз 7 болады. Азайтқан кезде дәл осыны азайта салайық бір-бірінен. Мысалға азайтуға қоямыз. Сонда мына жерде 0-ден 5 алу керек. 0-ден бірақ 5 алынбайды. Сол себепті біз қарсы аламыз. 10-нан 5 аламыз. Сол кезде бізде 5 деген жауап шығады. Мына жақтан біз 1 қарсы алдық, 3 қалды. 3-тен 2-ні алатын болсақ 1 қалады. 4-тен 3-ті алсақ 1 қалады. Сонда 115 болады екен. Азайтқан кезде, қосқан кезде осындай алгоритмді пайдаланады екенбіз. Келесі есебіміз. Әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндіріп көр. Көп таңбалы сандарды қосу кезінде бірліктердің, ондықтардың, жүздіктерді, мыңдықтардың астына тағы сол сияқты жазады. Бірліктерді бірліктерге, ондықтарға, жүздіктерге, мыңдықтарға тағы сол сияқты қосады. Келесі. Әр мысалды есептеу алгоритмін түсіндір. Көп таңбалы сандарды азайту кезінде бірліктердің, ондықтардың, жүздіктердің, мыңдықтардың астына тағы сол сияқты жазады. Бірліктердің, ондықтарды, жүздіктерді, мыңдықтарды тағы сол сияқты азайтады. Келесі 3-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Баған түрінде есептеу үшін мен мына жерге жазып көрсетемін. Бірінші есепте 984.140. Одан аламыз 568-ді. Қарап тұрсаңыздар, мен бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті жаздым. Енді осыны баған түрінде есептеп алу керекпіз. Міне 0 жетпейді, сол себепті қарыз аламыз. 10-нан 8-ді аламыз, сонда 2 қалады. Мына жақтан біз 1 қарыз алдық, 3 қалды, я? 3 6-ға жетпейді, сол себепті біз 6-нан тағы 1 қарыз аламыз. Сонда 13-ден 6-ны аламыз, 7 қалады. Біз мына жақтан тағы 1 қарыз алдық, сонда мына жерде 0 қалды. 0 5-ке жетпейді, тағы 1 қарыз аламыз, сонда 10 қалды. 10-нан 5-ті алсақ 5 қалады. Және мына жақтан 1 қарыз алдық, 3 қалды. Және мына 8-ді, 9-ды өзін жаза салады екенбіз. Сонда бірінші есептің жауабы 983.572. Келесі екінші есеп. 125.659-дан аламыз 4.128-ді. Бұл жерде де бірліктерден бірліктерді, ондықтардан ондықтарды, жүздіктерден жүздіктерді, мыңдықтарды азайтамыз. Бірінші 9-дан 8-ден азайтсақ 1 қалады. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады. 6-дан 1-ді азайтсақ 5 қалады. 5-тен 4-ді азайтсақ 1 қалады. Және 2-ні 1-ді өзін жаза саламыз. Сонда 121.531 деген жауап шығады. Келесі 85.025-тен 49.145-ті азайтамыз. 5-тен 5-ті аламыз, 0 қалады. 2-ден 4-ті аламыз, жетпейді, сол себепті қарсы аламыз. 12-ден 4, 8 қалады. Біз 0-ден қарсы алдық, 9 қалды.
5-тен қарыз аламыз, бірақ бұл жерде қарыз алсақ та 9 күйінше қалады. Себебі азайтқан кезде сондай қасиет бар. 9-дан 1-ді аламыз, 8 қалады. Біз 5-тен 1 қарыз алып қойдық, 4 қалды. Сол себептен 8-ден 1 қарыз аламыз. 14-тен 9 аламыз, 5 қалады. Және 1 қарыз алдық, 7-ден 4 аламыз, 3 қалады. Сонда 35.880 деген жауап қалады. Келесі. 445.200-ға қосамыз 6.257-ні. 0-ге 7-ні қосамыз 7, 0-ге 5-ті қосамын 5, 2-ге 2-ні қосамын 4, 5-ге 6-ны қосамын 11, 1 ойда, 4 ойдағымен 5 және 4 болады. Сонда жауабы 451.457 қалады. Келесі. 550-ге қосамыз 3.644-ті. Байқап қарасаңыздар, мына бірінші санымыз екінші санға қарағанда кішкентай болғанымен, бәрібірде ол бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік болып өзгертілмей жазыла береді. Егер біз бұны мына алдыңғы жаққа орналастырып қойсақ, ол дұрыс емес есептелінетін еді. Осылай есептесек, ол біздің өзімізге ыңғайлы әрі оңай болады. Сонда 0-ге 4-ті қосамыз 4, 5-ге 4-ті қосамыз 9, 5-ге 6-ны қосамыз 11, 1 ойда, 3 ойдағымен 4. Сонда 4194 деген жауап қалады. Келесі. 22.300-ға қосамыз 65.478-ді. 0-ге 8-ді қосамыз 8, 0-ге 7-ні қосамын 7, 3-ге 4-ті қосамын 7, 2-ге 5-ті қосамын 7, 2-ге 6-ны қосамын 8 қалады. Сонда есебіміздің жауабы 87.778. Келесі есепке өтеміз. Жазбаша орында қалай есептеу қажеттігін түсіндір. Жазбаша дегеніміз ол баған түрінде есептеп солай шығарамыз. 5003-тен аламыз 845-ті. 3-тен 5-ті аламаймыз, қарыз аламыз. 13-тен 5-ті аламыз, сонда 8 қалады. Мына жерден қарыз алғандықтан 9 қалды. 9 жетеді, сол себепті 9-дан 4 аламыз, 5 қалады. Және біз мына жерден қарыз алдық, сол себепті 9 қалып кетті. 9-дан 8 аламыз, сонда 1 қалады. Және біз мына 9 болғандықтан 0 болып қалды ғой, сол себепті 1 қарыз аламыз, сонда 4 қалады. Сонда 4158 деген жауап қалады. Келесі. 5000-нан 153-ті аламыз. 0 жетпейді, 1 қарыз аламыз, сонда 10-нан 3-ті аламыз, 7. Мына жақта 9 қалды, бірақ 0-ден тағы қарыз аламыз, сонда 9-дан 5-ті аламыз, сонда 4 қалады. Мына жерде тағы да 9, бірақ 1 қарыз аламыз, 9-дан 1-ді аламыз, 8 қалды. 1 қарыз алып қойдық, және сол себепті 4 қалады. Келесі. 80.000-нан аламыз 24150-ді, 55850 қалады. 600.000-нан аламыз 6704-ді, 593296 қалады. 150.000 82-ден аламыз 27563-ді, сонда 122519 қалады. Енді соңғысы қалды, соны шығарайық. 510.000 82-ден аламыз 53826-ны, сонда қалады 456.256. Сонымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтың жалғасын күтіңіздер. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.